Ассалаумағалейкум, құрметті Бостандық қазақтар оқырмандары. Міне бүгін көпшіліктің сұранысы бойынша Бақауылға келдік, 9-шы орта мектепке. Бұл мектепте біздің мақтанышымыз Әбиба қарындасымыз шыққан, қазір дүниеде рейтингте бірінші орында тұрған сол мектепті обзор жасайтын боламыз. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, парақшаға тіркеліп кетіңіздер. Көңіл тойған қарындар ашып, студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымның. Студенттік өмір ең соңғы кезеңі еркек шағымның. Студенттік өмірді сағындым. Қазір Бақауылды түсіріп жүрміз. Мына жерде Жанзақ 50 деген үйге келдік. Бұл шаңырақта. Сіздің көршіңіз бола ма? Бұл кісі? Мен көрдім 48-де. Бұл кісі 1986 жылдары интернационалдық борышын өтеу кезінде Ауғанстанда қаза тапқан, иә? Осы көшеге сол кісінің аты берілген бе? Иә. Ол қандай қызмет атқарған Бұл Ауғанстанда? снайперші болған. Снайперші болған ба? Снайперді тамағының жанынан өткен. Содан бұл кісінің яғылмай алмаған. Бір ауыр жарада болған. Осы енді Бақауылда осындай батырларымыз туылып өскен екен. Кезінде сондай қызмет борышын өтеу кезінде қаза тапқан. Ел есімі ел есінде демекші, ер есімі ел есінде демекші. Сондай азаматтарымыз шыққан осы ауылдан. Қазір және былай қарай жүріп, Әбиба қарындасымыздың қара шаңырағын көрсетіп өтетін боламыз. Эфирден алыстамаңыздар. Ал достар, Бақауыл жайлы түсірген видеомыз ұнаған болса, комментарий жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Бақауыл чемпиондар шыққан ауыл, өте керемет ауыл екен. Өзімізге де қызық болды бұл видеоны түсіру. Енді келесі ауылды түсіреміз. Подписка жасап, лайк басып кетіңіздер.